Шай ішіне барсын. Рахмет. Оралманыз күшті екен ше? Жаңадан сатып алдыңыз ба? Жоқ, апамыз алып берді ғой. Қайсы апа? Кәдімгі өзіміздің апамыз. Үйдегі ма? Иә. Күшті екен. Рахмет. Қолда тұрған келіннің қадірі жоқ. Бізге орамал түгілі таста жоқ. Басым сақинасы ұстап тұршы. Өздерің істей бендерші. Мен кеттім, жат демалам. Ой, бұл мен қазір бәрін жайғастырып өзім жауым, сіз кете беріңіз. Мен қазір бәрін қатырып жүріп қоям ғой. Мен балам жылап кетті. Емісіп келейінші, сөйтіп жинастырам ғой. Жейтін бір нәрсе қалма, сап беріңдерші. Үйде бала шағам күтіп отыр. Давай, не қалды, сап беріңдер, давай. Ет салып қойдым, енді қамырды жайып, үйдегі тамақты өзі берер абысыным. Үйге бүгін полный уборка жасадым. Енді абысының ыдыс жуатын шығар енді. Ыдыс жуып болдым, енді абысыным тамаққа өзі кірісер кешкі. Оңтүстікте осы келіндерді қол сияқты жұмсайды. Еркек адамдары әйелдерді кәдімгідей малға салып тастаған ғой. Таң азанмен тұрып есік алды сыпыру, үй жинау деген таң азанмен басталады. Қалай оңтүстіктің келіндері шыдап жүрген осы. Бір оқырманым менің бір видеома солай жазып жүрген тұғын. Мен қазір сіздерге олай не үшін екенін айтамын. Адам деген бір үйде тұрғаннан кейін менің жұмысым сенің жұмысың деген нәрсе болмау керек. Неге? Өйткені біздің үйде ер адамдардың бәрі жұмыста болады күндізімен. Оған мына тұрған малдардың не қатысы бар? Олардың ешқандай кінәсі жоқ. Және де үйдегі еркектердің де кінәсі жоқ. Өздеріңіз ойлана беріңіздер, иә? Мынау үйде тұрған аттың, қойдың не кінәсі бар? Мысалға, бұлар аш шықпайды, ішпей шөлдемей тұрмайды ғой еркектерді күтіп. Енем де жұмыста. Мен үйде болғандықтан мен осыған жауаптымын. Мен әйелмін, мен келінмін, мен бұндай малға қарамаймын деген менде ондай принцип жоқ. Бұлар да тірі жан ғой, қарындары ашады, шөлдейді. Қарным ашты, мен шөлдедім деп айта алмайды. Сондықтан мен үйде болғандықтан мен осыларға қараймын. Онда тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын. Кейбір қаланың келіндері түсінбей жатады. Сен құлсың ба деген сияқты. Мен құл емеспін, мен келінмін. Мен сүйікті жар, аяулы анамын. Мен малдарға қарағаннан аяғым түсіп немесе қолым түсіп қалмайды. Мен үшін бұл жай тірліктің өзі. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл құлдыққа жата ма сонда? Бұл мен үшін осылай күліп ойнап қарап тастайтын жұмыс қой. Егер де қызық болса, келесі чайсты келесі бөлімде салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал жаңағы видеомның екінші чайсы. Жалпы қыз баласы келін болып түскеннен кейін қолынан не келеді, барлық тірлікті жасай беру керек. Мысалы, мен қыз күнімде ат дегенге жоламаған. Сиырды көрсем алыстан бұқа екен деп қашып жүретін. Ал қазір мен аттан да сиырдан да ештемеден қорықпаймын. Өйткені өмір сені сынайды. Жалпы мен қыз балаларына айтар едім, келін болып түскеннен кейін сол үйдің тірлігі сенің де мойныңда. Мен оны істемеймін, сен оны істе деген әңгіме болмау керек. Қазіргі қыздар